Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода 6 юнит, яғни 6 бөлімнің жалғасы 74 бетті түсіндіріп беретін боламын. Ендеше кеттік, бізде speaking бөлімі, яғни сөйлеуді дамытатын бөлім. How was your weekend дейді. Сенің демалысың қалай өтті дейді, қалай болды дейді. Бірінші жаттығу exercise 1, look at the photo, яғни суретке қара дейді. Who is returning from a trip? Кім саяхаттан келе жатыр дейді суретте. How do you know? Қалай ойлайсың дейді. Яғни бұл суретте қарап тұрсақ, мына қыз саяхаттан келе жатыр. Енді екінші жаттығу exercise 2, бұл listening екен, яғни тыңдалым бөлімі. Complete the dialogue, яғни мына диалогты толықтыр дейді. Then listen and check. Одан соң тыңда және тексер дейді. Сосын was your answer in exercise 1 correct? Бірінші жаттығудағы жауабың дұрыс болды ма, соны тексер дейді. Яғни мына сөздер арқылы біз мына тексті диалогты толықтыруымыз керек. Ендеше бірінші кеттік. Джейк пен Тинаның арасындағы, яғни мына Джейк, мына Тина. Осы екеуінің арасындағы диалог. Джейк айтады: Hi Tina, how was your weekend? Сәлем Тина, сенің демалысың қалай өтті дейді. Тина айтады: Great, thanks. Өте керемет, рахмет дейді. I visited my uncle and then I traveled to London. Мен өзімнің көкеме бардым және мен Лондонда қыдырдым дейді. Келесі really, шынымен бе дейді. Were you on your own дейді. Келесі Тина айтады: No, I was with Laura. Were you on your own? Сен сол жақта болдың ба дейді. No дейді. Жоқ, I was with Laura. Мен Лаурамен бірге болдым дейді. She knows the city very well. Ол қаланы өте жақсы біледі дейді. What was London like? Лондон несімен ұнайды саған дейді. It was cool. Ол өте керемет. She stops were amazing. The shops were amazing. Ол жақта дүкендерді аралау өте керемет болды дейді. Only the shops, дүкен аралау ғана ма дейді. No, there were a lot of things to do. Мен онда әртүрлі заттармен айналыстым дейді. My favorite place, менің өте сүйікті жерім, яғни орным, was Covent Garden. Covent Garden деген жер менің сүйікті жерім болды дейді. What about the tourist sites? Сен қандай туристік сайтпен, яғни туристік турмен бардың дейді. I wanted to visit the Tate Modern Gallery, but there wasn't time. And how about you? Was your weekend good? Сенің және де сенің демалысың қалай жақсы болды ма дейді. Yeah дейді. It was brilliant. Ол өте керемет болды. There was a party at John's house on Saturday evening. Джонның үйінде керемет көңіл көтеретін кеш болды дейді. Sounds good. Жақсы естіледі, керемет дейді Тина. Яғни осылардың екеуінің арасындағы диалог осылайша аяқталады. Және де сұрақ, бағана who is returning from a trip деген сұраққа жауап беретін болсақ, Tina has been on a trip. Тина саяхатта болды because she's got a sweet case. Себебі оның сыртқы киімі, яғни сыртқы киімі және мына жерде жол сөмкесі болды дейді. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3. Listen to the key phrases 1-4 and reply with the correct responses L, T, A, T, D. Then practice the dialogue. Яғни үшінші жаттығуда мына 1-4-ге дейінгі сұрақтарға мына A-ден D-ға дейінгі жауаптар арқылы жауап бер дейді. Яғни біріншісіне жауап беретін болсақ, How was your weekend? Сенің демалысың қалай өтті дейді. Яғни бұл сұраққа жауап беретін болсақ, бізде C болады. Great, thanks деп жауап береміз. Яғни өте керемет, рахмет деп жауап береміз. Келесі Were you on your own? Деген сұраққа A жауабын қоямыз. Яғни No, I was with my cousin. Келесі What was London like? Ол саған несімен ұнады дейді. Жауабы D. It was cool. Ол өте керемет болды дейді. Was your weekend good? Сенің демалысың жақсы болды ма дейді. Yeah, it was brilliant. Yeah, ол өте керемет болды деп жауап береміз. Келесі төртінші жаттығу. Look at the tables and listen to 3 short conversations. Which questions and the answers do you hear?
яғни тыңдалымды тыңда дейді, және де бізде яғни тыңдалымды тыңдағаннан кейін қандай сұрақтар көріп тұрсың дейді мына жерден. Мысалы біз сұрақтар құрастыратын болсақ, how was берілген біріншісінде, яғни how was the trip десек болады, яғни саяхат қалай болды дейді. Келесі how was the trip болады біріншісі. Келесі the weather was really bad. How was the party? Кеш қалай өтті дейді. The people were very nice. How was the match? Manchester United were rubbish. Осылай мысал келтірілген түрде жауап береміз. Келесі бізде 5-ші жаттығу. 5-ші жаттығуда, яғни work with a partner, жұбыңмен жұптық тапсырма дейді. Practice different questions and answers. Яғни мына сұрақтар мен жауаптарды оқып, не тіліңді жаттықтыр дейді. Келесі 6-ші жаттығу. Activate working pairs. Prepare new dialogue using the dialogue in exercise 2 as a model. Change the words in blue. Use the phrases in exercise 4 and your own ideas. Practice the new dialogue. Яғни жаңадан диалог құрастыр дейді. Мына 2-ші жаттығудың диалогына ұқсастырып алсаң болады. Яғни мына көкпен жазылған сөздердің орнын ауыстырып, және де 4-ші жаттығудағы сұрақ жауаптарды қолданып жаңадан диалог құрастырсаң болады дейді. Не бұл тапсырманы әр оқушы әртүрлі орындайды, себебі барлған жерлері, демалған демалыстары әртүрлі болуы мүмкін. Мен сол себепте де бұл жаттығуды жазбадым. Келесі бізде 76-ші бет, яғни creativity and skills, my country and adventure holiday. Бұл жерде бізде бірінші жаттығу, яғни exercise 1, look at the types of holiday in the box and answer the questions. Мына сұрақтарға осы ішіндегі бір тақырыпшаны таңдап, яғни кез келген біреуін таңдап, мына сұрақтарға жауап бер дейді. Бұл жерде бірінші сұрақ, what do you do on each type of holiday? Сен бұл демалыстардың бірінде сен немен айналыстың дейді. Which is your favorite type of holiday? Why дейді. Сен олардың ішіндегі қайсысын сүйікті айналысатын ісің немесе барғың келетін жерің не себепті дейді. Who do you go on holiday with? Сен демалыста кіммен бірге барғың келеді дейді. Look at the photo in text. Текстағы суретке қара дейді. Would you like to go on this type of holiday? Сен мына саяхат түріне барғың келеді ме дейді. Келесі 2-ші жаттығу. Read and listen to the text and write true or false, correct or false sentences дейді. Яғни мына жаттығуда тыңдалым бар, оқы және тыңда дейді. Және де true or false, дұрыс емес екенін ажырат дейді, және дұрыс емес болса сол сөйлемді дұрыста дейді. Ендеше тапсырманы орындайық. Бірінші сөйлем. White water rafting on rivers is too difficult for children. False, дұрыс емес. Children can try it if they are with an adult. Яғни бізде тыңдалым бойынша осылай жауап береміз. Келесі. A group of 9 people can go on a raft. Яғни true, дұрыс. Яғни raft, мынау, яғни бұлай саяхаттау, не дейміз, яғни көлде теңізде саяхаттауға 9 шақты адам бара алады дейді. Келесі. You don't always get wet white water rafting. False, you will get wet деп жауап береміз. 4-ші. You should only wear a swimming costume and a life jacket. False, you should wear a swimming costume under your clothes such as shorts or tracksuit bottoms and a sweatshirt. 5-ші. It's a good sport for your arms and shoulders. True, the river terrain is not very difficult to white water raft on. False, it is a more difficult river деп жауап береміз. Келесі 3-ші жаттығу. Look at the speech bubbles, complete the rules. Яғни мына сөздермен мына бос орындарды толықтыр дейді. Ендеше тапсырманы орындайық. 3-ші жаттығу бізде бірінші
яғни үшінші жаттығудың бірінші жолында біз might and may екі сөзді қолданамыз, және екіншісіне could and mayді қолданамыз. Келесі үшіншісіне could and may. Осылай орындаймыз. Келесі төртінші жаттығу бізде in pairs ask and answer the questions using could, may and might and the words in brackets. Жақшадағы сөздерді ашып, мына сұраққа could, may, might сөздерін қолданып жауап береміз дейді. Яғни мына жерден қарап жаза берсек болады, оны оқып отырудың қажеті жоқ. Келесі бесінші жаттығу write about what you could, might and may do on your next holiday. Яғни жазу керек. Сен келесі демалысыңда немен айналысқың келеді, не істейін келеді, сол жайында жаз дейді.